Бүгін Стамбулдағы бірінші күн. Біз мынандай тамақ ішейін деп жатырмыз. Қандай суп еді? Чечевичный суп. Бірінші рет әлі қалаға шыққан жоқпыз. Мынандай кішкентай ғана кафеге келдік. Мына жерде әр елдің келген адамдар, туристер өздерінің елдің ақшасын іліп кетіпті. Қазір. Мына жерде біздің қайдатшы? Мына. Ана тұр 500 теңге. Міне тұр 200 теңге. Сәлем, Стамбул! Такс. Біз Стамбулдамыз. Біз қазір теңізді көруге бара жатырмыз. Таң қалдырып атқан нәрсе көшелерде, кішкентай көшелерде, мынандай көшелерде анау машиналар арсын күрсін айдайды екен. Прям кәдімгідей бүйтіп басып кететін сияқты да, қарасаң. Несем? Жүрсе, берға жүр. Енді байқамай жүрді. Ашайын ба? Мә! Күшті ғой мынау. Ана нелері қалай? Медузалар қалай, медузалар. Қайда? Мә, мен шынымен мынандай медузаларды көрген жоқпын. Пожалуйста. Мен бірандай өтіріктен қалып тұрған сияқты көрініп қалуы мүмкін, иә? Бірақ ондай емес. Типа, да. Андай ба өтірік? I'm so glad to see you. Чайкаларға барайық. Посмотрите, чайки. Мен түсірші былай деп, былай. Не. Сфоткай меня, типа. Сфоткай меня, типа. Я думаю. Бұл жерде мен турецкий сериалдардың фанат емесім, сондықтан мүлдем білмеймін қандай оқиғалар болған. Бірақ мынау Хюррем Сұлтан шомылған хамам деп айтты. Шынымен шомылған ба деп сұрап едік. Я, шомылған деді. Біз бүйтіп ішіне кіріп бара жатқан кезде бір қадам ататызбай бізді сыртқа шығарып жіберді. О, субұрқақ! Қымбатты достар, күн шығып тұрғанда жауатын жаңбырды қазақтар соқыр жаңбыр дейді. Ал енді күн шығып тұрғанда жауатын мынадай қарды біз соқыр қар деп атауды ұйғардық. Do you want? Yes. Yeah. That's good, thank you. Киміні бәбәк, кимі камыны бәбәк, бәттімі, жәттімі, самыны зәт. Түркістанда Қожа Ахмет, Мединеде Мұхаммед, Атырауда, Маңғыстауда Пірбекен, Ая Өміртай қызына сәлем Түркиядан. Тойып алдық, қарынға ел қонды. Енді мына бағытта жылжимыз. You can normal 175. Yeah. You can chocolate cheese 4 lira. Chocolate cheese. Thank you. Okay, thank you. жылдары біздің ата-бабамыз малын бағып, жайлаудан қыстауға, қыстаудан күздеуге көшіп жүргенде
бұл кісілер керамикадан осындай ғажап ыдыс жасап тастапты. Біз Стамбулдағы Гүлхане паркіндеміз. It's a national instrument, our Dombra, like this. This one. This is for me. Yeah, Yes, it's for for you, you. from us. From Kazakhstan. From Kazakhstan. Oh, Yeah. Yeah? Okay. thank you. Thank you. Thank you. Досты, бізге жол берші, досты, өтіп кетейік. Достым. Все, Джулия? Бүгін Стамбулдағы кеш. Стамбулда түрік шайын ішіп отырмыз. Өте жақсы, сондай атмосферасы керемет жерге келіп отырмыз. Мен артымды қалай түсіретін, біз бүгін монопод сатып алғанбыз. Сәлем. Біз бүгін Босфор бұғасын бұйырса пароммен аралай деп жатырмыз. Біз Стамбулдың Eminönü деген ауданында тұрмыз. Eminönü. Сол. Мен қазір арт жағымызды түсіріп көрейін. Достар, біздің бүгін Босфор бұғасына жасаған саяхатымыз аяқталуға жақындап қалды. Көңіл-күй керемет. Осындай 1,5 сағаттық саяхат жасайтын паромға мінгілеріңіз келсе, адам басына 15 лира. Balık. Yok da. $700 осындай экмек деген тамақ алдық. Мынау кофта экмек. Мынау балық экмек, ішінде балық. Анан, үш балық ұсталды. Біз қазір Стамбул қаласындағы Египет базарына келдік. Қазақша Мысыр базары деп атайды оны. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай тәттінің түр-түрі бар, жейтін тамақтың түр-түрі бар, әртүрлі тамаққа қосатын қоспалар бар. Орел и Решка бағдарламасында Бедняков деген жүргізуші осы жерге келіп,
тегін әр жерден дегустация жасап тойып алған тұғын. Егер бізге бұйырып жатса, біз де сөйтіп әр жерден тегін тәтті жеп тойып алғымыз келіп тұр. Эвкалиптус. Эвкалиптус. Аспос? Рахмет. Delicious. Ну, не надо. Вот такой. Ne yanmış? Прям басқа. Яблоко? Что оно? Любит чай. Какой? Любит чай. Любви чай. Любовь. Love. Love. Тағы да осамыз. Қазір картамызды күтеміз. Картаның түрін көрейік. Ой, қандай әдемі. Стамбул қаласында біз бүгін Оливиум деген аутлет орталыққа келдік. Бұл жерде өткен коллекшндардан қалған сапалы киімдерді өте күлкілі арзан бағаларға сатып ала аласыздар деп айтқан болатын бізге YouTube арнасындағы видеоблогерлер. Бірақ келгелі бері әлі ешқандай күлкілі бағаны онша кездестіре қойған жоқпыз. Бәрі кәдімгі өзіміздің Қазақстандағыдай баға. Кәдімгідей сапалы аяқ киім, сөмке немесе киім алғым келсе, оның бағасы 10 мың, 20 мыңнан жоғары ары қарай кете береді. Таза былғарыдан жасалған заттар болса, ол Екібастан сондай. Стамбулдан Мехман Орта Азия софрасы деген асхана тауып алдық. Бұл жерде Орта Азиялықтардың тағамдары бар. Манты, пельмен, палау. Бұл жақта қанша жерден сауда-саттығы дамып кеткен ел болса да, көп жерде қолма-қол ақша сұрайды екен. Сондықтан да тек қана карточкамен жүру тиімсіз. Қателеспесем, мына пальманың артында тұрған Айя София мешіті. Ал мына тұрған Айя София хамамы. Бағалары өте қымбат. Енді мына тұрған ғажайып мешіт бұл Сұлтан Ахмет мешіті немесе Blue Mosque, көк мешіт деп аталады. Бұл жақта мысықтар өте көп. Әттең менің сөмкемде дым болмай тұрсаған беретін әкшіпетіне ренжімеші маған. Өзімнен қалмайды өзі. Құйрығы. Бірақ осы ауданмен жүргенімізге қуанып тұрмыз. Өйткені мынандай тұрғындар тұратын тыныш ауданға тап болдық. Ерекше екен. Біздің тұратын ауданымыз ол туристер тұратын аудан, ығы-жығы. Ал мына жерде кәдімгідей жергілікті халықты көріп біз мәз болып тұрмыз. Қайда жаңа мысық? Ой! Милата! Мысық көрініп тұр ба? Менің мысығым ғой, алып кетем. Самолетқа салып, алып кетіп барып қуырып жеймін. Стамбул өмірде бір рет көруге тұратын қала. Стамбулға келу керек. Біз Стамбул қаласындағы әйгілі алаң, Таксим алаңына келдік.
Осы жақта бір байқағанымыз, көп жерде туды іліп қояды екен. Төбеде, пәтерлерде, кішкентай көліктердің терезесінің алдына. Мысалға мына жерде. Жақсы алған артына. Таксим алаңына жақын көшелер өте әдемі екен. Біздің Алматыдағы Арбатқа ұқсайды. Бұл жерге келмей біз кетіп қалсақ, егерде онда бір жеріміз кем болып тұратын еді, сондықтан осы жерге келгеніміз өте дұрыс болды деп ойлаймыз. Қысқы уақытта мұндай мейрамханалар біраз бос болады екен. Сондықтан да бізді қайта-қайта шақырып, бізге кір деп бізді кіргізіп алды. Әзер дегенде шықтық, өткені өте ұзақ көше екен, бітпейді екен, өте жаңағы соблазн дейді ғой, көзді қызықтыратын нәрселер көп екен. Мына ауданның өзіндік атмосферасы бар екен. Адамдар көшеде тамақ ішіп отыр, шай ішіп отыр, әдемі жанды дауыста ән салып жатыр. Өте керемет музыка, керемет көңіл күй сыйлады бізге. Өте қуаныштымыз. Рахмет саған, Стамбул.